Ал қайырлы кеш болсын, қалайсыздар жандарым, алтындарым. Ең алдымен барлық қолдап жатқан жандарға алғысым шексіз. Шынайы жүрегіммен рахмет айтам. Не істей аламын мен енді? Қолымнан келер шара жоқ. Қолдан келген барлығын жасадық. Ары қарай бұйырғанын көреміз. Әйтеуір мен бір нәрсе бастап жатсам аяқтан шалулар болып тұрады, сондай. Түнгі сағат 11:30 болады. Мына екі жанмен жүрмін. Ей, сіз салайын деп жатырмын. Маған тұрмысқа шыққансың ба? Сәл өзі сондай бір қуатын жандармен жүрген. Түн жарымда адам көп, неге? Алматы жатпайды ғой, Алматы. Біз де жатпаймыз ғой. Маңызы болған соң шақырды ғой енді. Мен өзім пікірімді айтып жатырмын. Сізде бұл жерде ешқандай сынау жоқ, қайта әпкелік мен сізге ақылымды айтып жатырмын. Қалай тас жүрек болуға болады деп ойлаймын. Мынандай нәрестені толық емес отбасында өсіру үшін мен түсінбеймін сіздерді. Шын мәнісіне түсінбеймін. Не болып кетті соншама? Сіздер сүйіп қосылдыңыздар ғой мысалы. Не бүлінді? Неге қайтадан қосылмасына жалған атақ, құмар, соның бәрі керек болды ма? Сол керек болған ғой. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін тағы базардамыз, темір базарындамыз. Пешімізді алдық міне үйге. Мощный пеш алдық. Одан кейін ана жаққа машинамыз деген кәдімгідей қараңыздар, трубаның бәрін тығып жеттік ішіне. Машина деген ойбой кәдімгі жүк машина. В общем, пешті алдық, трубаларын алдық, сонымен отоплениенің шаруасы бітті. Енді соны құрастыру ғана қалды, Құдай қаласа. Сол пешімізді алдық, қайтып бара жатқан жайымыз бар ағайын. Бәрін машинаға сыйғыз жүрді, в общем, өйткені доставканың өзіне сұм ақша кетіп жатыр қазір. Сол, сәттілік болсын. Ал достар, міне біз кезекті жұмысқа кірісіп жатырмыз. Ол қандай жұмыс десеңіздер, міне уже батареяларды іліп жатырмыз, өзінің орнына қойып. Бізде залда 20 секция балқаш, 20 секция қойдық. Енді бұларды бөлменің квадратурасына байланысты қояды екен, өйткені залдың квадратурасы бізде үлкен. Спальняларға 15 секция қоямыз, қалған жерлерге 5-7-ден қойылады. Кухняға қанша қояды балқаш? 10 ба? Иә, кухняда теплый пол бар. Сосын бізде залда теплый пол, коридорда теплый пол бар, залға қоймаймыз. Екі спальняға керек емес, в общем. Сондай өзі сөйтіп ойластырып қойған. Общий 75 секция қойған. Общий 75, е? 90 квадрат 75 секция қойған. Негізі заң бойынша солай ғой, е? Квадрат Квадратпен есептейсің. В общем, квадрат есептеген кезде негізі сол 100 квадрат үйге 75 секция нормальный кетеді екен. Үйді полный жылыту үшін. Иә, теплый пол болғасын айтпақшы. Сол коридорларға да өзінің қоятын секциялар бар, оның бәрін сіздерге до конца өткенде көрсетемін. Просто мынау для проба қойып жатырмыз міне. Әдемі көрініп жатыр уже. Осындай жұмыстар ағайын. Бекер жүрген жоқпыз, нан жеп жүрген жоқпыз. Жұмыс істеп жүрміз мына жақта. Міне. Бұл секциялардың бәрін балқаш бір-бірімен құрастырып дайындап қойған. Біз 10-10-нан алғанбыз, соның бәрін бөліп құрастырып жатыр, короче. батареялар неге төмен қойды деп айтуым мүмкін. Аха. Негізі барынша плюсқа жақын қойған дұрыс. Батареяны ма? Теплый пол жоқ бөлмелер, мына батареяның деңгейінде жылы болуы жер. Сол кейбір өте биік қойып тастайды, мынандай. Терезеге салқын болады да. подоконникқа жақын қойып тастайды ғой, е? Иә. Төмен барынша плюсқа төмен қойып. Иә. В общем, түсіндіңіздер ғой, мынау батарея сәл төмен тұратын болса, сол жылуды сол деңгеймен ұстап тұрады екен. Сондай өзінің құпиялары бар, біз оны білмейміз. Бұл жігіттер біраз жылдан бері осы үй саласында жұмыс істеп жүрген жігіттер. Енді мен оны біз биыл ғана үй салып жатырмыз ғой өзі. Сол өзінің білгендермен бақыш бөлісіп жатыр. Біз оны мақұлдап жатырмыз. Мақұлдамасында басқа амал жоқ, өйткені біз білмейміз ғой. Сол міне секцияларымыз коробкасымен келген өзі. Сол бүгін қойып уже дайындап жатырмыз, Аллаға шүкір. Атпай қайда келдік? Бір зат іздеп жүрік деп. Бізге бір керек затты. Енді андай бір көшелерге кіріп кеттік енді. 366 рет келдік. Келе жатыр. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. 14-сі дәл қазір эфирі басталады. Қазір бірден эфирге кіріп келеміз. Бізге жанкүйер болыңыздар. Міне біздің жігіттер. Айдай! Сәттілік ағайым! Джамбо, Ернар, Нұржан, Тимур. Қиын болады ау деймін. Таппай қалдық, сіздің көрінісіңізден кейін өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Иә, өйткені бірақ жаңағыда шынымен де таныстыру жағына өзім толық таныстырмаппын, бірақ дегенмен де халық мені біледі, таниды деп ойлаймын.
қызыма келетін болсақ, қызымның рөлін ойнап шыққан қыз өте ризамын. Әдемі ойнады. Өзім жүрегім ауырып кетті, шыны керек. Көп нәрсені айта алмай қалдым, қызыма қарап, шыны керек. Жүрегім жарылып кетті жаңа жерде. Бүгін бір сол сәтті пайдаландыңыз ба? Айта алмай жүрген нәрсені. Мен құшақтаған момент, бір өзімнің қызымды құшақтаған сияқты болып, мен жүрегім айырылып кетті жаңа жерде. Не айтарымды да білмей қалдым. Мүмкін осы күннен кейін бір дүние өзгеретін шығар, иә? Солай болса екен. Негізі ол мүмкін бе? Енді қызым өз ақыл есіне жеткендей жасқа келді, енді көрсе екен мені деймін да. Көріп, әкем деп хабарласса мен өліп қалар едім сол кезде. Реалист ожидание болып қалған жігіттер жиналып қаптық бүгінше. Ассалаумағалейкум. Оны былай дайындалмай эфирге шыға салып, Нұржан сияқты жарып кететін білген кезде біз де сондай режиммен кіріп кететін едік қой негізінде. Білмей қалдық енді. Соңынша дайындалдық. Бұйырғаны ғой. Бірақ енді Алла бұйырса, алдыда қалған сайыстарда сайысамыз енді. Қылышымызды қайрап, білегімізді баурап, сөзімізді дайындап, ойымызды жинақтап, бүгін ерте ұйықтаймыз. Бүгін сағат 7-те ұйықтайын десем, уже 7 болып кетті. 11-де ұйықтаймыз ба? 12-ге таман ұйықтаймыз енді. Және де Гала, Тима, радиолар ғой жүр. Реалист ожидание болып қалған жігіттер жиналып қаптық бүгінше. Сондай болып